Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Зухра Қуанышбекова. Менің каналыма тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бүгін сіздермен бөлісетін, яғни ең оңай салаттарымның бірі капустамен. Ең бастысы бізге керегі корейская заправка, осыны чим-чимат заправкамызды қосатын боламыз. Яғни асыққан кезде, үйге аяқ асты қонақ келіп қалған кезде осы салатты жасап берсеңіз, өте керемет, дәмін тілі үйретін сөзсіз. Бізге керек болады капуста, сәбіз, қияр және тәтті болгар бұрышы, яғни сладкий перец, міндетті түрде чеснок, яғни сарымсақ деп жатамыз. Капустамызды осылай жіңішке етіп, бір қалыпты етіп турайтын боламыз. Ірі жерлерін міндетті түрде алып тастаймыз. Бізге ол керек емес. Барлығын осылай жақсылап турап шығыңыздар. Неге көріп тұрсыздар, өздеріңіздің қалауларыңызша, яғни керек капустаны турап аласыздар. Енді сәбізге кірісетін болсақ, мен 2 түйір сәбіз қостым. Көп немесе одан да 1 штук қоссаңыздар болады, яғни түр келбетін келтіру үшін. Сәбізді терканың үлкен жағымен өткізіп алдым, ыңғайлы болу үшін. Мықты жіңішке болып кетсе де, аса керемет болмайды. Неге көріп тұрғандарыңыздай ұсақ болсын, қатты ұзын мөлшерде керек емес. Бұл сәбіздің мақсаты ең бастысы әдемі түрін, өңін ашып тұру үшін мен пайдаланамын. Жалпы капустаның өзінен де істеуге болады. Өте керемет болады енді дәмі деген. Қиярымызды тура осылай бөліп алып, тек қана осылай турап шықсаңыздар болады. Бұл қиярда тек қана сәндігі үшін мен пайдаланамын. Дастарханға қойғанда әдемі бір сәнін келтіріп тұрады. Бұл яғни тағы бір айта кететін жайт, заправканы өзіңіз қолыңызбен жасасаңыз да болады. Ол үшін бізге паприка, аздаған қызыл бұрыш, уксус, сол заттарды, қант, тұз барлығын қоссаңыз, тура осы заправканы дәмін келтіруге болады. Бірақ мен өзіме осы өте ыңғайлы заправка болғаннан кейін, дәмі ерекше болатын болғаннан кейін тек осы пайдаланамын. Менің әрбір кездегі күндегі тағамдарымен бірге желінетін салат болып кетті, яғни дәстүрлі салатымыз айналып кетті. Сондықтан сізге де жасап жеп көруге кеңес беремін. Чесногымызды, яғни менде осындай арнайы кішкентай шағын блендер бар. Осының көмегінен жақсылап тұрып айналдырып өткізіп алатын боламыз.
бұл жерде тұзын немесе қант салудың мүлде қажеті жоқ. Тек чеснокты ғана міндетті түрде салсаңыз болады, жақсы сіңу үшін, жақсы дәм беру үшін. Ал қалған заттар керек емес. Заправканың, яғни өзінің дәмі өзінде, барлығы дайын күйінде тұрады. Яғни заттарыңыздың қосқан қоспасының мөлшеріне қарай бұл чим-чимді де соған байланысты қосатын боламыз. Енді мен сіздерге көрсету үшін шағын ғана қылып жасап жатқаннан кейін тек бір ғана штук қостым чим-чим. Егер молда қылып жасасаңыз, кішкене 2 штук заправка қосатын боласың чим-чимнан. Себебі оның барлық дәмі сіңу үшін, жақсы дәм беру үшін 2 қосқаныңыз абзал. Жақсылап тұрып, қолыңыздың күшімен сығып тұрып араластыратын боламыз. Капуста, яғни кішкене босаңсу керек. Өртсе де сәл-пәл молда қылып тағы бір 3-4 штуктан қоссаңыз болады. Менде енді үйде бары сол болғаннан кейін содан қосып жібердім. Неге біздің салатымыз дайын. Сізге жасап көрсеңіз ұнайды деген сенімдемін. Жақсы ас болсын. Менің каналыма тағы да тіркелмесеңіз, тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.